Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз диффенбахия гүлін қалай құмға отырғызамыз, сол туралы айтатын боламыз. Бұл диффенбахия ароидты тұқымдастығына жатады. Бұл гүлді офистар мен үйлерде отырғызамыз. Диффенбахия ол тез өсетін гүл, жапырақтары үлкен, ала болады. Ол 1,5-2 метрге дейін өседі. Көбінесе гүлдің төменгі жапырақтарының барлығы түсіп, тек сабағы қалады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан да бұл гүлге біз рең беру үшін кесуге тура келеді. Енді гүлді біз оятуымыз керек. Қалай қиямыз? Гүлді тамырынан жоғары қарай өскен сабағының ұйықтап жатқан бүршіктерінен 2 см жоғары кесеміз. Кесер бұрын біз 4 күнге дейін гүлді суармаймыз, өйткені гүлдегі сок ол азаяды су ішпегеннен кейін. Енді менің мынау диффенбахия гүлім, мен бұлда ұзын болып өскеннен кейін түрі кетіп қалды, ұзарып, тек жоғары жағында ғана 3-4 түйір жапырақтар қалғандықтан мен бұл гүлді кесіп суға салып қойғанмын, тамырлатып. Міне өздеріңіз көргендей өскіндер жақсы тамырланды. Енді қазір біз осы гүлді егетін боламыз. Өткен видеомды көрген болсаңыздар, мен айтқанмын гүлдерге қандай топырақ пайдаланамыз, ол топыраққа не қосамыз, соның барлығын мен айтып сіздермен таныстырғанмын. Міне сондай мен тағы топырақты араластырып жасап алдым. Горшокқа мен ішіне пенопласт салдым. Өткен осыдан алдыңғы видеода мен көрсеткенмін, ішіне пенопласт салатынымды да айтқанмын. Не енді астына шамалы құм салып аламыз бірінші. Сосын барып гүлімізді қойып, гүлге топырақ саламыз. Енді біз горшокты кішкене тарлау қылып аламыз. Өйткені гүл үлкен горшокқа ексек, тамырын горшоктың ішін тамырға толтыра алмайды да, бұл гүл өсуін азайтады. Сондықтан да горшокты біз өте кішкене тарлау қылып алуымыз керек. Бұл диффенбахия гүлі жарықты өте жақсы көреді. Сондықтан да бұл гүлді жазда далаға шығарып қоюымызға да болады. Ал қысқа қарай оңтүстік терезенің алдына қойсақ болады. Өйткені көлеңкеде қалса, бұл гүл өзінің әдемі жапырақтарындағы ақ реңдері жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан да неғұрлым күн жақсы түсетін жерге қоюымыз керек. Суына келетін болсақ, тынған жұмсақ су құюымыз керек. Топырағы құрғап қалмауы керек гүлдің. Бұл ылғалды өте жақсы көретін гүл болғандықтан бұған жиі қарап су құйып, топырағын ылғалдап тұруымыз керек. Ал суды мөлшерінен көп құйсақ та болмайды, оның тамыры шіріп, гүл өліп қалуы мүмкін. Күн салқындағаннан бастап суды бірте-бірте азайтуымыз керек. Бірақ су сеуіп, жапырағын ылғалдап тұрамыз. Тез өскендіктен гүлге 7-10 күн аралығында бір рет дәрумен құйып тұруымыз керек. Ал қысқа қарай демалады. Сондықтан да тыңайтқыштарды мүлдем бермейміз бұл гүлге. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен диффенбахияның қалай күтім жасау керек, қалай егу керек, соны сіздерге айтып бердім. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да басқа осы гүл туралы видеоларды түсіретін боламын.